Сәлем, сіздермен бірге Азат Икрамұлы. Бүгін біз сіздермен анатомия кіріспе сабағын өтетін боламыз. Ал кеттік. Жалпы анатомиядағы маңызды терминдерге тоқталайық. Бізде проксимальды және дистальды деген ұғымдар бар. Енді оны мысалмен көрсетейік. Енді бізде мына тоқпанжылық бар, тоқпанжылық. Оның екі ұшы бар, мына жоғарыдағы ұшы и төмендегі ұшы. Бізде жоғарыдағы ұшы ол орталыққа, яғни центрге жақын орналасып тұр. Оны біз проксимальды ұшы деп атаймыз. Ал мына жақта төмендегі ұшы ол бізде орталыққа, яғни орталыққа алыс орналасып тұр. Оны біз дистальды ұшы деп атаймыз. Түсінікті ғой, яғни проксимальды дегеніміз ол орталыққа жақын ұшын айтамыз. Ал дистальды ол орталыққа алыс орналасқан ұшын айтамыз. Аяқта да дәл солай. Мынау бізде ортанжылық болсын. Ортанжылық ол оның бізде мына жоғарыдағы ұшы бар, мына жоғарыдағы ұшы. Ол бізде орталыққа жақын орналасып тұр. Ол бізде проксимальды ұшы болады. Ал мына төмендегі ұшы ол орталыққа, яғни алыс орналасып тұр. Оны біз дистальды ұшы деп атаймыз. Келесі маңызды ұғым ол бізде медиальды және латеральды деген ұғымдар. Енді адам анатомия орналасу бізде осылай орналасады. Енді бізде мысалға көрсетейік. Мынау бізде қол. Қолда бізде мынау шынтақ жілік сүйегі. Ол бізде орталыққа жақын орналасып тұр. Оны біз медиальды ұшы деп атаймыз. Медиальды. Ол орталыққа жақын орналасып тұр. Ал мына жақта бізде кәрі жілік бар. Кәрі жілік сүйегі ол бізде орталыққа алыс орналасып тұр. Оны біз латеральды ұшы деп атаймыз. Дәл солай. Бізде медиальды ұшы дегеніміз ол бізде орталыққа жақын аймақты айтамыз. Ал латеральды дегеніміз ол орталыққа алыс орналасқан аймақты айтатын боламыз. Енді біздің көзімізде дәл солай. Көзіміз бізді орталыққа жақын орналасып тұр. Оны біз медиальды дейміз. Ал құлағымыз бізде көзімізге қарағанда орталыққа алыс орналасып тұр. Бұны біз латеральды ұшы деп атаймыз. Келесі ұғым бізде ол анатомияда ең маңызды үш кеңістік және үш осьтен тұрады. Енді үш кеңістікке тоқталайық. Бізде сагитальды, фронтальды және горизонтальды кеңістіктерден тұрады. Енді осыларға әрбіреуіне тоқталайық. Бізде сагитальды кеңістік бар. Ол адамды бізде анатомия орнасы осылай болатын болса, ол бізде тікке осылай адамды тең ортасынан бөледі. Яғни оң жаққа декстерге бөледі, сол жаққа синустерге бөледі. Енді келесі кеңістік ол бізде фронтальды. Фронтальды ол адамды бізде осылай бүйір бетінен осылай бөледі. Осылай тең ортасынан бөледі. Яғни алдыңға антериорге бөледі и артқа постериорге бөледі. Келесі ең соңғы бізде кеңістік ол горизонтальды. Горизонтальды кеңістік ол бізде адамды тең осылай тең ортасынан бөледі, көлденеңінен бөледі. Яғни жоғарыға супериорге бөледі, төменге инфериорге бөледі. Жалпы осы кеңістіктер. Келесі ол бізде үш ось қалды, соңғысы. Олар бізде сагитальды ось, фронтальды ось және вертикальды остен тұрады. Енді біз сагитальды оське тоқталайық. Сагитальды ось мысалға сіз қолыңызға термометрді қойыңыз. Енді ол сіз ұстауыңыз керек қой. Қолыңызды былай әкелесе, әкелу бізде аддукция деп аталады. Ал оны жазу былай әкету бізде абдукция деп аталады. Түсінікті ғой? Яғни әкелу бізде аддукция, ал бізде әкету абдукция деп аталады. Келесі ол ось бізде фронтальды ось. Мысалға сіз фронтальды осьті айттық қой, бағана бізді бүйір бетінен былай келеді деп ше. Енді мысалға қолмен сөндіретін болсақ, міне қолды мысалы мына жерге сіз термометрді қойыңыз, немесе маркерді қойыңыз. Қоятын болсаңыз, оны енді сіз былай ұстауыңыз керек, қолыңызды былай бүгесіз, қолды бүгу. Бүгу бізде флексия деп аталады. Ал оны былай жазу экстензия деп аталады. Түсінікті ғой? Яғни қолды бүгу бізде флексия деп аталады, ал оны қайтадан жазу экстензия деп аталады. Басты да дәл солай. Басты былай бүгесіз, бізде флексия деп аталады, ал басты артқа қарай былай жазу экстензия деп аталады. Жалпы ең соңғы оське келетін болсақ, ол бізде вертикальды ось. Жалпы бұл осьте бізде мысал келтіріп қарастырайық. Қолыңызды былай ішке қарай былай айналдыру. Айналдыру бізде пронация деп аталады. Ал оны артқа қарай былай айналдыру, сыртқа айналдыру, оны біз супинация деп атаймыз. Түсінікті ғой? Яғни ішке қарай айналдыру бізде
пронация деп аталады, ал оны сыртқа қарай айналдыру бізде супинация деп аталады. Вот солай достар. Оны былай жаттығу жасағанда да айтсақ болады. Қараңыздар, ішке қарай айналу бізде пронация, ал сыртқа қарай айналу бізде супинация деп аталады. Жалпы осылай бүгінгі анатомия кіріспе сабағы осымен аяқталды. Енді достар, осы айтылған барлық заттарды сіздер конспект дәптеріңізге барлық айтылған затты конспект жазып алыңыз. Бұл конспект жазу не үшін маңызды? Бұл информациялар миыңызда ұзақ уақыт сақталу үшін маңызды болып есептеледі.